Құрметті қалайық, құрметті менің оқырмандарым, алаяқтар жайлы мектеп ұлттық жобасының айналасында да пайда болды. Олар өздерін Самұрық-қазына Construction қызметкерлері ретінде таныстырып, құрылыс компанияларына делдалдық қызметтерді ұсынуда. Ақшалай сыйақы берсең, ұлттық жобаның екінші кезеңіндегі мектептердің құрылысын конкурсты жеңіп алып, Самұрық-қазына Construction мен тікелей шарт жасауға болады деп алдайды. Мұндай алаяқтарға сенбеңіздер. Самұрық-қазына Construction акционерлік қоғамының басқарма төрағасы ретінде мен бұл ақпаратты ресми түрде жоққа шығарамын. Жайлы мектеп ұлттық жобасы бойынша барлық мердігерлер ашық әрі әділ конкурс арқылы анықталады. Байқау электронды веб-порталда жүргізіледі. Оған кез келген талаптарға сәйкес құрылыс компаниялары еркін қатыса алады. Мысалға, 181 мектеп бойынша былтырғы жарияланған алғашқы конкурс нәтижесіне құрылыс компанияларынан 273 шағым кеп түсті. Алайда олардың тек қана 3% ғана расталды. Оның себебі конкурсты ұтып алған мердігер тиісті құжаттаманы толық көлемде тапсырмаған. Екінші кезең бойынша конкурс туралы қосымша хабарлаймыз. Осы орайда біздің ресми сайтымыз бен әлеуметтік желілердегі парақшаларымызда жарияланған тексерілген ақпаратқа ғана сенуге шақырамын. Сондай-ақ әлеуметтік желілерде ешкімге белгісіз ақпарат көздері провокациялық бейнероликтер мен басқа да материалдарды таратуда. Олардың ешқайсысы да шындыққа жанаспайды. Бұл компания мен оның басшылығының беделіне нұқсан келтіру үшін жүргізіліп жатқан ақпараттық шабуыл деп білеміз. Ар, намыс пен қадір-қасиетке нұқсан келтіретін мұндай видеороликтерді таратқан үшін Қылмыстық кодекстің 274 бабы бойынша қылмыстық жауапкершілік қарастырылғанын атап өткім келеді. Самұрық-қазына Construction акционерлік қоғамы диалогқа ашық. Біз жайлы мектеп ұлттық жобасы шеңберінде барлық сұрақтарға жауап беруге дайынбыз. Жұмысымыздың ашықтығы мен әділдігін қамтамасыз етіп, сыбайлас жемқорлықты болдырмау үшін цифрландыру мен жаңа технологиялардың мүмкіндіктерін барынша пайдаланып жатырмыз. Атап айтқанда, жайлы мектеп ұлттық жобасы алғашқы рет EPC шарттардың негізінде жүзеге асырылуда. Бұл үлкен жобаларды қысқа мерзімде іске асыруға мүмкіндік беретін шетелде кеңінен таралған тәжірибе. Өйткені EPC шарт шеңберінде жобалау, құрылыс және жабдықтау жұмыстары кезең-кезеңмен жүргізіліп, құрылыс мерзімін біршама қысқартады. Сондықтан да жоба пилоттық деген мәртебеге ие. Біз жаңа әдістемені сынап жатырмыз. Болашақта бұл тәжірибені ел ауқымында ендіру үшін тиісті заңдарға өзгерістер енгізуге біз бастамашылық жасаймыз. Мектептердің құрылысына қатысты құжаттаманың бәрін біздің Bittrex электронды платформасымен біріктірілген e-құрылыс ақпараттық жүйесіне көшіру бойынша ауқымды жұмыс атқарылуда. Платформаға сонымен қатар бір бухгалтерия жүйесінде енгізбекпіз. Яғни құжаттама толық болмаса, төлем жасау мүмкіндік болмайды. Сондай-ақ Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы беретін ST-KZ және индустриалдық сертификаттардың электрондық тізімінде жүйемен интеграцияландырудамыз. Бұл материалдар мен тауарлардың тиісті сертификаттары бар қазақстандық өндірушілерден барынша сатып алуын қамтамасыз етпек. Отандық құрылыс саласында алғашқы болып осы жүйеге көшіп жатқандықтан көптеген мәселелер мен қиындықтарға да тап болдық. Алайда көз қорқақ, қол батыр,
көш жүре түзеледі деп халқымыз бекер айтпаған. Жаңа жүйеге көшудің оң тұстары көп. Атап айтсақ, барлық атқарушылық және қаржылық құжаттары мен есептері осы платформаға жүктеліп, процестердің барлығы автоматтандырылады. Адами факторлар алынып тасталады. Ал қадағалаушы органдар кез келген уақытта жүйеге кіріп, тиісті ақпараттарды толығымен ала алады. Бұл ең бастысы жемқорлықпен ауыз байласуды болдырмайды. Біздің бақсы мақсатымыз болашақ ұрпақ игілігіне сапалы салынған, барлық жағдай жасалған замани мектептерді қолданысқа тапсыру. Сондай-ақ осы пилоттық ұлттық жоба арқылы құрылыс саласының дамуына серпін беруді көздейміз. Бүгінде 98 жайлы мектепті 1 қыркүйекке дейін қолданысқа тапсыруды межеледік. Бұл ел бойынша 43 ауысымды және 6 апатты мектептерді жоюға мүмкіндік береді. Біздің тәжірибелі мамандарымыз бен адал еңбек, қатаң тәртіп, талаптарды басшылыққа ала отырып, күні-түні жұмыс істеп жатырмыз. Алайда жеке пайдасын көздеген кейбір тұлғалардың жат қылықтары ұлттық жобаның сәттік жүзеге асуына кедергі келтіруде. Сол себепті сіздерді жалған ақпараттың жетегінде кетпеуге шақырамын. Егер сізге үшінші тұлғалардан күмәнді ұсыныстар түссе, немесе өтірік ақпарат тарату фактілеріне тап болсаңыз, бұл туралы дереу Самұрық-қазына Construction акционерлік қоғамына хабарлауыңызды сұраймын. Менің Инстаграмдағы парақшам және жеке блогымда тікелей жаза аласыздар. Тиісті телефон нөмірімен байланыс директоры экранда көрсетілген. Сақ болыңыздар және тексерілген ақпарат көздеріне ғана сеніңіздер. Назарларыңызға рахмет.